Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әңгімеміз қара дуа. Жүре берсең көре бересің демекші емге қызекке былайша айтқанда кей келді. Қара өкпесін қолына ұстап тығырыққа тіретіліп, өлер жерім осы, құтқарыңыз деді. Келген жігіт әп-әдемі, бой десе бойы, ой десе ойы, ақшасы, әйел бала шағасы бар екен. Әке-шешесі ұнатқан қызды алып отбасы құрған, еркекке әуестігі ұстаған. Bir күні бір жігітке ғашық болдым. Олсыз өмір жоқ еді. Елдер бізді жақын дос деп ойлайтын. Бірге жұмыс жасап, ауылда үй салып бердім, көлік те алып бердім. Әрі қарай жалғасушы еді, бірақ әйелім біліп қойды. Айқай шығарып ағайын туысқа айтам деді. Олсыз күн өткен сайын өзімді жібердім. Жұмысқа тығылып барып кездесіп, мауқымды басып алатынмын. Онымен кездесуге бәрін салатын едім. Онымен кездеспегелі қарызға кірдім. Жұмысым жүрмей қойды. Әйелімнен кешірім сұрап, ол маған қолдау көрсетіп түрлі емшіге апарды, бірақ мүлдем көмектеспеді. Bir ай болды, онымен кездеспедім. Бастырылып қалатын болдым. Ол жігітке қарағанда мықты жын көрдім. Еркек бейнелі екен. Ата деге өте мықты екен. Болжап болған соң, ол бұрын кірген екен. Жігіттің ағасы зорлаған кезде кірген болатын. Одан соң әйелі дуалаған екен. Солай күшейе берген. Ем-шипа жасап болдық. Қазір еркек еркекке, әйел әйелге әуес болса, қорқу керек. Ал сіздердің ойларыңыз қандай?